Сәлем достар! Осы видеода One Piece анимесінің 361 сериясынан бастап 381 серияға дейін қысқаша айтып беретін боламын. Алдыңғы серияларды көрмей қалған болсаң, оң жақ жоғарыда сілтемесі шығатын болады. Ал енді арнаға тіркеліп ыңғайланып отырып алған болсаң, мен видеоны бастаймын. Сонымен Брук пен Рюманың шайқасқан жеріне Зоро келген уақытта, Рюма да, Зоро да алдында өте мықты қарсылас тұрғанын бірден түсінеді. Зороның негізі 3 семсерлі техникамен шайқасатынын естіген Рюма, оған циркта өнер көрсетесің ба не деп прикол ұстайды. Ал Зоро болса Рюманың мұрны болғанда кесіп қолыңа беруші едім деп, екеуі бір-біріне прикол ұстап болған соң соққыларымен алмасады да, екеуінің физикалық күштері шамамен тең екендігі белгілі болады. Зоро 2 семсерлі техникамен ғана шайқасып жатса да, қарсыласына басымдылық бермей, екеуі шайқасып шатырға шығып кетеді де, Рюма өте мықты семсерімен Зороның семсерлерін сындырып көрмекші болады. Бірақ ойы іске аспай, алшақтан мощный соққы жібереді. Алайда Зоро соққыны өткізіп жіберіп, бір семсерлі техниканы қолданып соққы жібергенде, соққысы Рюмаға тиіп, ол соққының мықты болғаны соншалық Рюманың денесі көк түсті отқа оранып кетеді. Зоро шатырға сәтті құлап түседі, ал Вано мемлекетінің бұрынғы самурайы Зороны өте мықты мечник деп мойындап, өзінің Вадзамоно санатындағы 21 семсердің біреуі Сюсуй деп аталатын семсерін сыйлап кетеді. Сосын Рюманың денесіндегі Бруктың көлеңкесі шығады да иесіне қайта оралады. Усоп Перонаны қалай жеңгенін накамаларына айтып беруге асығып бара жатады. Хилдан тірі қалған зомби генералдарға Озбен шайқасқа түспеулерін ескертеді. Зомби генералдар болса Оздың бірнеше секундта біршама зомби генералдарды айырып тастағанына таң қалып, оның неге олай істегенін сұрағанда Хилдан Оз жақында ғана Луфидің көлеңкесін иеленгендіктен, Луфидің естеліктері әзірше мықты екендігін түсіндіреді. Сол сәтте Оз келеді де соққы жібермекші болады. Алайда кенеттен ойы өзгеріп, қожайынына тезірек бару керек екендігі есіне түсіп кетеді. Луфи Морияны айыратындығын айтуын жалғастырады, ал Мория болса ешқандай күш жұмсамай пираттардың патшасы болатындығын айтады. Хогбак өз накамаларының көлеңкелеріне ұсталып қалдыңдар деп күліп, жақында сендер де зомби боласыңдар деп тұрғанда, Чоппер оған қатты көңілі қалып қойғанын айтады. Себебі ол Хогбакты адамдарды тірілтіп жатқанда, тірі қалған жақындарының сағынышын басу үшін деп ойлағанын қосады. Хогбак болса қарқылдап күліп, о баста дәрігерлікпен тек ақша үшін айналысқанын айтады. Оған слишком көп науқастар өтінішмен келе бергендіктен зайбалы шығып кеткен екен. Мені жақсы немесе жаман деп ойлай берсең болады, бірақ көңілі қалды дегенің ақымақтық. Сен мен үшін енді дәрігер емессің. Хогбак Чоппердің өзі ойлап тапқан нәрсесіне сеніп жүргеніне прикол ұстаған уақытта, Чоппер оның зомбиларын тірі деп санамайтындығын айтады. Хогбак болса онда қара деп Синдариді бір тебеді де еденді жалатып қояды. Сосын әңгімесін айта бастайды. Короче, баяғыда ол Синдариді емдеп жүріп, оған ғашық болып қалған екен. Ал Синдари тірі кезінде әйгілі болғандықтан оған бәрі ғашық болған. Бірақ Синдаридің уже жігіті болғандықтан Хогбак оларды өз жайларына қалдырып кеткен. Біраз уақыт өткен соң Хогбак Синдаридің қаза тапқанын естиді де, сол сәттен бастап дәрігерлікпен айналысуын тоқтатады. Бір күні оған Геккамория келіп, Синдариді тірілтуге мүмкіндік сыйлайды. Нәтижесінде ол зираттан мәйітті қазып алып, көлеңкенің көмегімен ойлағанын іске асырған. Бұны естіген Чоппердің ашуы басына шығып, Хогбакты балағаттай бастағанда, Хогбак Синдариға Чопперларды өлтіруге бұйрық береді. Чоппер тарелкалардан соққы жесе де Синдариді ұстап алады да, санасына сөздерін жеткізбекші болады. Кенеттен олар құл сияқты ғой деген сөздеріне зомбилар назар аударып қалады. Бірақ Зороның зомбиі соққы жібереді. Санджи мен Зороның көлеңкелері зомбидің денесінде болса да, бір-бірімен тіл табыса алмай тұрады да, бір-біріне бөгет жасап тұрғандықтан, бір-бірімен қырылып кетеді. Хогбак екеуін тоқтатпақшы болады, бірақ Робин оның аузын жауып тастайды. Сосын Робин маған терезеден секіруге бұйрық берші дегенде, тупой Хогбак Робинға терезеден секіруге бұйрық береді. Робиндар болса шетке шығып қалып, бұйрықты орындауға кенеттен зомбилар кетеді. Ал Оз Геккаморияға жетеді. Чоппер Робиннің көмегімен Хогбакты жоғарыдан прогибқа қадауға дайындалады. Геккамория Озға қолына Мугиваралардың суреттерін іліп қойғанын түсіндіреді де, сол суреттегілердің бәрін айырып байлап тастауға бұйрық береді. Оз Луфиді көріп қалады да, басымен соққы жіберіп, Чопперлар шайқасып жатқан бөлмеге тиесіп өтеді. Сосын Оз Хогбакты
таптап кетеді, ал Синдери кенеттен күлімсірейді де Хогбактың бұйрықтарын орындамай қояды. Оз мугиваралықтарды іздеуін жалғастырады, ал қолына Намиді ұстаған Санджи айнала не үшін сілкініп жатқанын түсінбей тұрады да, үлкен аяққа назары ауып қалғаны сол еді, Намиді Абсалом ұрлап кетеді. Оз қиратуын жалғастырады, ал Луфи Озды қазір айырғаннан пайда жоқ деп бәріне көлеңкелерін қайтару үшін Геккаморияның артынан кетеді. Санджи Озбен шайқасайын деп тұрғанда Усоптар шетте бақылап тұрады. Оз Санджидің листовкасына қарайды да бірден Санджиді танып қойғанда Санджидің ызасы басына шығып кетеді. Луфи гирларын қолданбай Геккаморияны қуалауын жалғастырады. Абсалом Намимен үйленіп алу үшін жаңа орын тауып алады. Хилдан дәл сол сәтте Морияны іздеп рәсімге басып кіреді де абайсызда Абсалом екеуі сүйісіп кетеді. Сосын Абсалом бұл жерде Морияның жоқ екенін айтады да Хилданға бір соққысын сыйлап жібереді. Луфидің зомбиі Санджиді айыра бастағанда Усоп оған отты соққымен жабылады. Фрэнки да шайқасқа қосылып кетеді, алайда Оз тым жылдам болғандықтан соққы тимейді. Керекті сәтте Зоро соққы жібереді де Оздың бір тісін шауып тастаған уақытта өзі де жауап соққы жеп қалып аспанға ұшып кетеді. Жерге жабысып өлуден оны Робин құтқарып қалады. Оздың жаудырған соққылары сол жердегі мугиваралықтарды талдырып тастаған соң Оз қалғандарын іздеуге кетеді. Осы уақыттарда Перона Усоп туралы қорқынышты түс көріп шошып оянған уақытта оның зомбилары Оздың триллер баркты қиратып жатқанын баяндайды. Сонымен қатар ол Хогбакты таптап тастағанын айтқан уақытта қабырғаны жарып Оз келеді де «Мына қыз қайда жүр?» деп Намиді іздеп жүргенде Перона өзін іздеп жүр екен деп ойлап зомбиларына барлық қазынаны мугиваралардың кемесіне тиеп қашамыз деген бұйрық береді. Абсалом қайтадан Намидің ерінен сүйе алмай тұрады, бірақ бұл жолы Нами есін жинап алғандықтан. В общем, Нами оған үйленуден бас тартып тұрған уақытта жоғарыдан Лола түседі де өзі басқа жақта жүргенде Нами Абсаломға үйленіп алмақшы екен деп ойлап қалады. Абсалом Лолаға қайта-қайта рәсімді неге бұза бересің дегенде Лола Намидің трансвестит екенін айтып қалады. Абсалом біраз в ахуе болады да сығалаған кезінде ешқандай жұмыртқалар көрмегенін есіне түсіреді. Лола шабуылын жалғастырады, ал Нами Лоланың Нами қашып кету үшін өтірік соққылар жіберіп жатқанын түсінеді. Бірақ Абсаломның уже заибалы шығып кетіп, соққысымен Лоланы ұшырып жібереді. Нами болса Лоламен подружка болған кездерін есіне түсіреді де таяқшасын алып шығып найзағайлы соққымен Абсаломды чаттан шығарып жібереді. Себебі Абсаломның хпсын Санджи қатты түсіріп тастаған болатын. Ал Лоло есін жинайды да ұйықтап қалған Абсаломмен көңіл көтеруге кетеді. Луфидің Геккаморияны қуалап жүргенін көрген екі NPC бастықтарына баяндауды шешеді. Нами бұл жерден құрқол кеткенше өлгенім артық деп қазына сақталатын бөлмеге келгенде бөлме уже бос болып шығады. Ал қазыналарды тасып жүрген екі кішкентай зомби Намидің қолына түсіп қалады. Мугиваралықтар естерін жинайды да күштерін біріктіріп Оздың көтеден айыру керек деген шешім қабылдап, алдымен осал тұсын анықтауды шешеді. Фрэнки кенеттен жүгіре жөнеліп Санджи мен Зороның иығына мініп алады да типа база жоқ стойкаларына тұрады. Бірақ бір қолының бос екенін көріп, Робинға жылдамдатып қолын ұстауын өтінеді. Ни за что! Это ж позор на всю жизнь. Оз да негізі бұл стойканың аяқталғанын көргісі келгендігі белгілі болады да соққы жібереді. Зоро семсерін Фрэнкидің нончакиына қадап алып, Санджимен бірге Оздың қолына соққы жасай бастайды. Себебі Чоппер Оздың осал тұсы қолы деп анықтаған болатын. Фрэнки Майнкрафттағы сияқты Оздың басына қарай баспалдақ жасайды да Чоппермен бірге Оздың жағына соққы жібереді. Санджи болса жүгіріп барып Оздың аяғынан бір тебеді де оны жермен сүйістіріп жібереді. Перона Геккамориямен болған көңілді болса да тірі жүргенім абзал деп зомбиларына барлық тапқан тамақты кемеге тиеуге бұйрық береді. Сол зомбилар кенеттен біреуді кездестіріп қалады. Нами дипломатияның көмегімен екі зомбидан қазыналардың қазір қай жерде екендігін анықтайды да көпірден өтіп бара жатып Оздың шалқасынан түскенін байқап, Зоролардың оны айырып жатқанын түсініп, бөгет болмай-ақ қоюды шешеді. Оз мүйізімен жерге қадалып қалғанда мугиваралықтар бұл мүмкіндікті жібермей, души әтәт қылады. Фрэнки тағы бір стойкасына тұрады да Санджидің тебісін қолданып, Оздың басында оны балағаттап мазақтай бастайды. Нәтижесінде Оз өз соққысынан құлап, Усоп великанды Луфиді алдағандай алдауға болатынын түсінеді. Ухты, қарандар, шашлык!
Шашлык? Фрэнки мен Зоро оның тізесіне соққы жібереді, алайда Оз қанша соққы жесе де жеңілетін ойы жоқ. Нами ашық түрде зомбиларға тоқтауларын бұйырады да қазынаның бәрі өзінікі екендігін айтады. Перона Абсаломды қосып Намиға прикол ұстай бастағанда, оның артынан жаңағы мужик пайда болады. Перона қатты таңғалып қалады, себебі ол мужик Бартоломеу Кума есімді Шичибукай. Кума Перонадан қайда демалғың келеді деп сұрағанда, Перона духтар көп қамалда деп жауап береді. Сосын ондай біртүрлі сұрақтар қойма деген сөздерімен ең мықты соққысымен шабуыл жасайды. Ал Кума болса қолын сермеп қалып Перонаны жоқ қылып жібереді. Перонаның зомбилары жабылмақшы болады, алайда көтендері шыдамай қалып пытырап қаша жөнеледі. Бартоломеу Кума сол сәтте Намидің жанында пайда болып, Эйстің шынымен Луфидің братаны ма деп сұрағанда, Нами иә деп жауап береді. Сосын уже Нами оны қайтейін деп едің деп сұрағанда, Кума жауап бермей кетіп қалады. Осы уақытта Луфи Морияны қуалап жүреді де, Луфидің назары ауып қалған сәтте Мория алмасу техникасын қолданып үлгереді. Луфи ұша алмайтын болғандықтан Морияның көлеңкесі сытылып шығып ұшып бара жатып, Луфидің таңға дейін үлгермесе, күннің көзіне өртеніп өлетінін ескертеді. Зоро жаңа семсеріне үйрене бастап, Озға қарсы өзі шайқасатындығын айтады да жаңа семсерімен Оздың соққыларын қайтарып жібереді. Ал Оз Зороның үстіне құлайды, бірақ Зоро қашып үлгереді. Усоп Зороға Озды жеңіп керек емес, тек уақыт ұтсақ болды дейді. Себебі Луфи Геккаморияны жеңсе, барлық көлеңкелер иелеріне оралады. Зоро солай ғой, бірақ Луфиға бөгет болатын жаулар да дахуя екендігін түсіндіреді. Айтпақшы, Триллер Барк деген Геккаморияның үлкен кемесі. Бұдан бұрын Оз рөлді бұрап ойнағандықтан кеме тұманды аймақтан шығып кетеді. Морияның көлеңкесі қайтып келеді. Геккамория билікке бағынатын жалғыз Шичибукай Бартоломеу Куманы қарсы алады. Кума Мориядан қайда демалғың келеді деп сұрағанда, қоя сенің қабілетіңді білем, мазғаны итере бермей, не үшін келгеніңді айт. В общем, Эннис лоббидағы жағдайдан кейін крокодайлға замена табылыпты. Жаңа Шичибукай ретінде Маршал де Тич, яғни черная борода тағайындалыпты. Короче, ол Эйсті айырып тастаған екен. Басына ақша тігілмеген пират, в общем, черная лошадка дейсің ғой. Сосын Бартоломеу Кума әлемдік билік Геккаморияның мугиваралықтардан жеңіліп қалатынына уайымдап жатқандарын айтып қалғанда, Геккаморияның ашуы басына шығып кетеді. Да ты вообще понимаешь, с кем ты говоришь, черт тебя дери! Көмек мүлдем керек емес екендігін айтып болған соң, билігіңе айтып бар. Мәселе туындатып жүрген мугиваралықтар Геккаморияның зомбилық әскерінің қатарына кірді деп жауап береді. Әрімен Геккамория Оздың ішіндегі бөлмеде отырғанда, Оз өзін робот сияқты екендігін айта бастайды. Сосын Мория Озға мугиваралықтарды өлтіруге бұйырады, ал Усоп болса бұл шайқасқа өте көп тұз керек екендігін түсінгенде, оны Геккамория байқап қойып, Озға Усопты айыруға бұйрық береді. Соққы жойқын болады, бірақ соңғы сәтте Усопты Брук құтқарып қалады. Усоп есін жинап алады да отпен шабуыл жасағанда Оз басында күйе бастайды. Алайда Геккамория оған зомби екенін есіне түсіреді. Әрмен Фрэнки Усоптың самодельный рогаткасының көмегімен Озға шабуыл жасағанда, Оз соққыны өткізіп жіберіп, тебісімен Фрэнкиді маңқ еткізеді. Сол сәтте күтпеген жерден Оз найзағайлы соққы жеп қалады. Санджи Намидің жағдайы жақсы екеніне қуанышты болып тұрғаны Намиға ұнамайды. Себебі Оз Намидің қай жерде тұрғанын байқап қалуы мүмкін. Нәтижесінде Оз Намиді байқап қалып, келесі соққысын Намиге жібергенде, соңғы сәтте оны Робин құтқарып қалады. Осы сәтте орманда бір NPC-лар Луфиді шалып құлатады да, оған күш бере алатындарын айтады. Сосын Лола есімді үйленуден 4443 рет отказ алған капитандарын таныстырады. Какой душка? Женись на мне? Не. 4444 отказ. В общем, Лола Луфиға NPC-лардың бәрі көлеңкесіз өмір сүріп жүргендеріне бірнеше жыл болғанын айтады. Сонымен қатар олар зомбиға тұз беріп, одан шыққан көлеңкені ұстап алып, сол көлеңкені қайтадан пайдалануға болатынын анықтапты. Алайда көлеңке тірі адамның денесінде 10 минуттан артық қалмайды екен. Капитан Лола тексеріп көруге Луфиға семсер берулерін бұйырады. Луфи семсерді сермей алмайтынын айта бастайды. Алайда қолына семсер тие салысымен рефлекстер
семсерінің көмегімен ағашты турап тастайды. Себебі Луфиға салынған көлеңкенің иесі семсерлесу өнерін меңгерген дозорный екен. В общем, NPC-лардың жоспары Луфиға барынша көп көлеңке салып тастау. Соның көмегімен Луфи 10 минутқа күш иеленіп, Гиккаморияны жеңуі керек. Луфи келісімін беріп үлгерместен, оның денесіне көлеңкелерді сала бастайды. Басында NPC-лар Луфиға 10 шақты көлеңке салмақшы болған, алайда Луфидің денесіне 100 көлеңке сыйып кетеді де чатқа Кошмар Луфи кіреді. NPC-лар оған үлкен семсер беріп, Луфи шайқас алаңына асығып кетеді. Бірақ басында қарама-қарсы жаққа кетіп қалады. Луфидің зомби кенеттен созыла бастайды да, оның күші бірнеше есеге артып кетеді. Мугиваралықтар дьявольский фрукта негізі қайталанбайтын болғандықтан да түсінбей тұрғанда Гиккамория түсіндіріп береді. В общем, табиғаттың заңы бойынша кез келген дене мен оның көлеңкесі бірдей болу керек. Сол заңға сүйеніп, Гиккаморияның көлеңкесі оздан түсіп тұрған көлеңкені басқарып, денені уже көлеңке сияқты өзгерте алады екен. Гиккамория түсіндіріп жатқан уақытта Усоп рогаткасымен Брукты ұшырады. Нами оған жойқындық күш қосып, мугиваралықтар Озды сабауларын жалғастырады. Зоро да қарап тұрмай екі семсерлі техникамен соққы жібереді. Алайда Оз бұл соққыларды көтеніне де қыстырмай жауап соққы жібереді. Робин Гиккаморияны қылқындырып көреді, алайда Гиккамория көлеңкесімен орындарын ауыстыра алатындығы белгілі болып, нәтижесінде Робин көлеңкесінен айырылып қалады. Санжи айналып тұрып аяғын жандырып алады да шабуылға шығады, алайда Гиккамория көлеңкесімен орын ауыстыра алатын болғандықтан одан да түк шықпайды. Кенеттен Чоппер Оздың оң қолы итак әлсіз болып тұрғандықтан сонда соққы жіберу керек екендігін айтады да, Оз зомби болғандықтан ауырғанын сезбей, қай жері әлсіз болғанын байқамай тұрғанын түсіндіреді. Оз болса аспанға секіріп қалып, резеңкелі пулемет техникасын қолданғанда мугиваралықтар шашырай бастайды. Зоро қайтадан жалғыз өзі Озға қарсы қалып, күшейтілген қолдарымен Оздың соққысын қайтарады да қолына соққы жіберіп, тізесінен соққы жеп қалады. Алаңда тек Усоп пен Нами ғана қалған уақытта, Усоп рогаткасының көмегімен Оздың аузына Бруктың әкелген тұзын тығып жібереді. Алайда Гиккамория бұл жағдайдың алдын алып, көлеңкесінің көмегімен тұзды қағып алады да қарқылдап күліп, Озға Усоп пен Намиді таптап тастауға бұйрық береді. Кенеттен таптап жатқан Озды біреу түртеді. Ей, далбайып, аяғының астында ешкім жоқ қой, Қарасай, Кошмар Луфи накамаларын жылдамдықпен құтқарып алып, қауіпсіз аймаққа қояды да, Оздың соққысын бір қолымен тоқтатып, Where the beat go? Оз контршабуылға шыққан уақытта Луфи үлкен семсермен соққы жібереді де, сол сәтте резеңкелік пистолет техникасымен Гиккаморияны да талдырып тастайды. Барлығы в ахуе, ал Луфидің 10 минуты аяқталады. Барлығы жеңіске қуанып, Нами Луфидің жағдайын біліп жатқан уақытта Оз орнынан тұрады. NPC-лар екінші раундтың басталғанын түсініп, мугиваралықтар қашып кетті екен деп ойлап қалады. Алайда мугиваралықтар уже ақылдасып контршабуылға шығып кеткен екен. Брук Луфиға жоғарға шығуға көмектесіп кетеді. Нами жаңбыр шақырады. Фрэнки бірнеше секундта үлкен мұздатқыш пушка жасайды. Санжи Озды шынжырмен ұстап алады. Брук Луфиді жоғардан лақтырады. В общем, Чоппердің айтуы бойынша омыртқа негізі кішкене майысып тұрады. Шынжырдың көмегімен олар омыртқаны туралады да, Луфидің соққысынан кейін сыну керек. Нәтижесінде Луфи үшінші гирін қолданып, Оздың омыртқасын сындырып тастайды. Бұл жолы Оз чаттан шығып кетсе де, шайқасқа Гиккаморияның өзі шығып, көлеңкелерді жинап алуды шешеді де, 1000 шақты көлеңкені сіңіріп алып, құбыжыққа айналып кетеді. Ал Луфи шайқасқа дайындалады, бірақ уақыт өте тығыз, себебі күннің көзі уже пайда бола бастап, көлеңкесі жоқтардың өмірлері қыл үстінде. Лола қашудан бас тартып, Луфидің командасымен бірге Луфидің жеңісіне сеніп тұрады. Луфи екінші гирмен шайқасы біраз таяқ жейді де, Морияны жеңу үшін екінші гир аз болатынын түсініп, жеңілмейтінін айтады да, екінші гир мен үшінші гирді біріктіріп, Гиккаморияның ішіндегі көлеңкелерді палас қаққандай қаға бастайды. NPC-лар көмектесу үшін өз көлеңкелерін шақыра бастайды. Менің көлеңкем, пираттардың патшасы болғың келсе, саған тек менімен болу керек. Нәтижесінде Гиккамория жаңа әлемде бәрібір Кайдо сияқты мықты біреу Луфиді өлтіріп тастайтынына сеніп, жеңіле салуды шешеді. Ғимарат екіге бөлініп, күннің көзі пайда болғанда, көлеңке
көлеңкесі жоқтар өртене бастайды. Ал көлеңкенің бәрі иелеріне қайтады. Гранд Лайндағы кездейсоқ бір пираттық команданың капитаны көлеңкесі оралғанына қатты қуанышты болады. Бір пират капитанына біреудің Геккаморияны жеңді деген болжамына капитандары мүмкін емес дейді. Себебі Мория кезінде Кайдо деген 4 юнканың біреуімен тең шайқасқан екен. Жан-жақта адамдар көлеңкелерімен қауыша бастайды. Зороларға да көлеңкелері оралып, денелерін қалпына келтіріп береді. Хогбак осы уақытта невидимканы оятып алады да, екеуі жаңа команда құрып алады. Бағанағы зомбиға құсайтын шал Мугивараларға алғысын білдіреді. Лола да пираттарымен бірге алғысын білдіріп жатқан уақытта Зоро былай да былай Геккаморияны айыру керек болғандықтан алғыс керек емес дей бастайды да, көтпеген жерден ашулы Намидің шапалағын жеп алып, алғыстан бас тартуға болмайтынын түсінеді. Сол сәтте дозорныймен сөйлесіп отырған бір дауыс естіледі. Бартоломеу Кумаға бас штабтан крокодайлдың орнына енді жаңа Шичибукай тапқанда, Геккаморияның көтені айырылып қалғаны Шичибукайдың абыройына нұқсан әкелетін болғандықтан, оған осы жердегілердің бәрін өлтіріп тастауға бұйрық береді. Кума орнынан тұрып, бұйрықты орындауға кіріспекші болғанда, оған қарсы Зоро шығады. Нами Куманың телепортация жасай алатынын және қолын бір серме Перонаны жоқ қылып жібергенін ескертеді. Нами сөзін аяқтағаны сол еді, Кума соққы жібереді. Сосын Кума Зороның артында пайда болып, содан бастайтынын айтады. Мугиваралықтар, сендер өте танымалсыңдар. Мы не такие уж и крутые. В общем, Бартоломеу Кума лапаның күшін беретін фрукты иеленеді екен. Робинға бұл қабілет сүйкімді болып көрінеді, ал лапа фрукты бүкіл нәрсені кері қайтара алады екен. Зоро Куманың лапалы пулемет соққысын өткізіп келеді де, соққы жіберіп, соққысы өтпей қалады. Санжи да жабылмақшы болады, алайда Санжи тебісімен Куманың бетін сындырудың орнына аяғын сындырып ала жаздайды. Әрімен Кума қолын көтереді де, ауа қысымын жасап, үлкен соққы жіберуге дайындала бастайды да, көтпеген жерден Монки де Луфидің өмірінің орнына барлығын тірі қалдыруға дайын екендігін айтады. NPC-лар мен Мугиваралықтар оған қарайды да, бір дауыспен оны нәху послать етеді. Ал Кума қолын созады да, разын сүйрекен. Әрімен Кума ес-түссіз жатқан Луфиді алып кетпекші болғанда, көтпеген жерден Зоро соққы жібереді. Зороның соққысынан Куманың робот екендігі белгілі болады. Сосын Кума көзіндегі лазермен соққы жібереді де, өзін Вегапанк деген билікке жұмыс істейтін ученый жасап шығарғанын түсіндіреді. Зоро дәл қазір Кумаға әлі жетпейтінін түсінеді де, Луфидің орнына өзін алып кетуге ұсыныс жасайды. Өзі Луфи сияқты әйгілі болмаса да, болашақтағы ең мықты қылышкердің басын аласың деп қызықтырады. Кума жауап бермес бұрын әңгімеге Санжи қосылады да, Зороны тыңдамауын өтініп, дозорнылар өзі туралы әлі білмесе де, әлемдік билікке ең үлкен қауіпті өзі тудырып тұрғанын айтады. Бірақ Зоро Санжиді талдырып тастайды. Кума біраз тәнті болып қалады да, Луфидің барлық ауыртпашылық пен шаршағанын шығарып алып, Зороға Луфидің орнына жаза тартқын келсе, оның не сезіп тұрғанын түсінуін керек деп, кішкентай бөлігін байқап көруге бергенде, Зоро кішкене в ахуе болып қалады. Сосын екеуі шетке шығады да, Кума оған қазіргі жағдайында ауыртпашылықтың бәрін алса, тірі қалмауы мүмкін екендігін ескертеді. Ал Зоро іске кіріседі. Әрімен Луфи есін жинайды да, өзін неліктен жап-жақсы сезініп тұрғанын түсінбей қалады. Санжи есін жинай сала Зороны іздей бастайды. Куда делся Шичибукай? Санжи маңайда неліктен қан шашылып жатқанын сұрай бастағанда, Ничего не произошло. Хогбак, невидимка және Геккамория үшеуі бір кемеге отырып триллер барктан қашып кетеді де, Хогбак невидимкаға Бартоломеу Куманың жаңа Шичибукайдың тағайындалғаны туралы айтуға келгенін түсіндіреді. В общем, Черная Барда Эйсті билікке ұстап беріп, Шичибукай болған екен. Эйс ол Луфидің братаны және ол Белаустың өте мықты адамдарының біреуі. Нами шошқабас құрбысы осы Лола екендігін түсінеді де, алғашқы рет қазынасымен бөліседі. Чоппер болса дәрігер ретінде Луфидің жағдайы неліктен жақсы болып тұрғанын түсінбей тұрғанда, екі NPC түсіндіріп бермекші болады. Алайда Санжи екеуін бөлек алып кетіп, барлық жағдайды естіп алады. В общем, Зоро Луфидің бүкіл шайқаста алған жарақат пен ауыртпашылықтың бәрін өзіне алған екен. Санжи бәрін түсінген соң NPC-ларға Зороның бұл әрекеті алғыс тыңдау үшін жасалмағандықтан ешкімге айтпауларын ескертеді. Тек Робин ғана бәрін естіп алады. Брук пианиномен өлең айтып, барлығы жеңісті тойлай бастайды.
жасайды. Луфи кезінде Шанкстың командасымен тойлатқан кездерді еске алып, Брукты қайтадан командасына шақырады да Лабунды көргендерін айтып, жағдайы жақсы екендігін түсіндіреді. Брук болса Лабун жайлы естіген соң белгісіз жолмен жас төгеді. Кенеттен флешбек. Брук тірі кезінде командасымен Китқа арнап концерт жасайды. В общем, олар жиі концерт жасап Китпен бірге жүзіп жүреді де, күндердің бірінде Гранд Лайнға баруды шешеді. Сол себепті Брук Лабунға келіп, Гранд Лайн өте қауіпті болғандықтан және кішкентай Китті қорғай алмайтын болғандықтан Лабунды қалдырып кетеді. Сосын штормдардан өтіп маякқа дейін жетеді де, Лабунға бас көз болып жүрген маякта мекен ететін адаммен танысады. В общем, осы уақыттың бәрінде Лабун ілесіп келгендігі белгілі болады да, Бруктар тағы біраз әндеткен соң, Брук қайтадан Лабунға Гранд Лайнның қауіпті екендігін түсіндіріп, осы жерде қалуға көндіреді. 2-3 жылдан кейін қайтып келуге уәде беріп, тек осы маяктың жанында күтуін ескертеді. Арада 3 жыл өткен соң, Брук уже скелет қалпында қалай көңіл көтеріп жүрген кездерін еске алады. Сосын капитандары теңіз ауруымен ауырып қалған кезді есіне түсіреді. В общем, капитандары көз жұмар алдында Лабунға берген уәдені орындауларын өтініп, Брукты жеке алып қалады да командаға бас көз болуын өтінген екен. Осы шақта Брук басынан ракушка алып шығып, бүкіл командасымен Лабунға арнап жазған өлеңін қосады. Сосын қайтадан флешбек. Брук командасымен белгісіз жаулармен шайқасқан соң, олардың қарулары уланған болғанын түсінеді. Брук капитан ретінде командасымен жақсы көретін Сакабинкса деген өлеңді ойнайды. Сакабинкса. Прощаюсь с гаванью моего родного города. Воскликнем дон и расправим парус. Бұл өлең Лабунға да қатты ұнаған екен. В общем, Брук командасымен уланып қалғандықтан, соңғы демдері қалғанша әндетіп кетеді. Осы шақта Брук 50 жылдан астам ләғіп жүрген соң, өз орнын тапқанын түсініп, Луфидің ұсынысын қабылдайды да ресми түрде Мугиваралар қатарына қосылады. Ал Нами болса команданың жаңа мүшелері өңкей біртүрлі адамдар болғанына вахуе болады. Кенеттен Брук өзінің бұрынғы листовкасын шығарады да лақабаты әндеткіш Брук екендігін айтып, басына кезінде 33 миллион тігілгенін жеткізеді. Әрімен Бруктың қайтыс болған командасына арнап зират жасалады. Зоро да зираттың басына келіп, қаза тапқан өзінің Юбашири атты семсерімен қоштасады. Фрэнки Лолаларға Бруктың ескі кемесінің сынған жерлерін жөндеп береді. Ал Лоло кенеттен Намиға анасының библикартасын бөліп береді де, бұл қағаз есіне қарай тартылатынын түсіндіріп, қажет болса осы арқылы бір-бірін тауып алуға болатынын айтқанда, Луфи кезінде Эйстің берген бір жапырақ қағазын есіне түсіреді. Сонымен қатар библикарта деген қағазға қарап, сол қағаздың иесінің жағдайын анықтауға болады екен. Лола қағазды көре сала Эйстің өмірі қыл үстінде екендігін түсінеді. Мугиваралар сапарларын жалғастырған уақытта бізге осы треугольникта 10 жыл бұрын пайда болған триллер барк пайда болмай тұрып та кемелердің жоғалғандығын түсіндіреді. Сонымен қатар қою тұман пайда болып, тұманның ар жағында түсініксіз бірдемелер көрінеді. Әрімен Намилар Луфидің ағасы Эйсқа көмекке баруға ұсыныс жасайды. Алайда Луфи Эйстің әлсіз болып көрінгісі келмейтінін айтады. Сонымен қатар Эйста бір проблема болатын болса, ол Луфидің көмекке келгенін қаламаушы еді. Әрімен барлығы командаға Бруктың қосылғанын тойлайды да 381 серия, яғни триллер барк аркасы аяқталады. Видеоны соңына дейін көрген жандарға миллиондаған алғысымды білдіремін. Келесі серияларда жіберіп алмау үшін видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп алуға өтініп тұрып кеңес беремін. Әрімен әдеттегідей келесі видеода кездескенше күн жақсы.